Күн ыстық, не тамақ жасасам екен десеңіздер, сіздерге салқын көксей тамағын ұсынамыз. Ол үшін біздерге қызанақ, қияр, сарымсақ, пияз, жартылай ашты бұрыш, жұмыртқа, қырыққабат, лапша, ет, дәмдеуіштер, уксус және соевый соус қажет. Алдымен салаттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін қиярды жартыға бөліп, жартылай домалақ қып тураймыз. Үстіне тұз себеміз, араластырамыз. Қырыққабатымызды да екіге бөліп, майдалап турап, үстіне тұз сеуіп, әбден мұжғылап араластырамыз. Етімізді майда ұзын қып тураймыз. Оған пияз және жартылай ашты бұрыш тураймыз. Етімізді қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Артынан шамалы су құямыз. Лапшамызға су қайнатып, оны қайнаған кезде пісіріп аламыз. Оған да бір қасық тұз саламыз. Етіміздің суы тартылған соң, оған пияз қосып қуырамыз. Бір қасық томат саламыз. Артынан жартылай ашты бұрышымызды және сарымсағымызды салып, оны да қуырып аламыз. Лапшамыз піскен соң, оны сүзіп алып, салқын судың астында жуып аламыз. Етіміз піскен соң, астын өшіріп қоямыз. Одан кейін біз көксеге құятын көксе сорпасын дайындаймыз. Оған бізге 3 литр су, 2 қасық тұз, 1,5 қасық қант, 3 қасық соя тұздығы, жарты қасық уксус қажет. Тұз бен қантымыз ерігенше әбден жақсылап араластырамыз. Артынан ұсақтап туралған қиярымызды, көбіктеп туралған қызанағымызды, укроп және сарымсағымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді салаттарымызға қайта ораламыз. Қиярға жиналған суды төгеміз. Қырыққабатымызды әбден сығып, астындағы суын төгеміз. Салаттарымызға пияз қуырып, екеуіне бірдей қылып қосамыз. Және екеуіне де паприка, ашты бұрыш, кішкене уксусымызды қосып, араластырамыз. Енді жұмыртқамызды жарып, оған бұрыш, паприка, сұйық май қосып, араластырып, олардан жұқа құймақтар пісіріп аламыз. Құймақтарымыз піскен соң бүктеп, ұзын кеспе сияқты қып турап аламыз. Көксейіміз дайын болды. Лапшамызды ыдысқа салып, үстіне қуырылған етімізді, қиярымызды, қырыққабатымызды және құймағымызды саламыз. Көксей мөлемізді тағы да араластырып, лапшаның үстіне құямыз. Көксейімізге қосып жеу үшін қызыл бұрыштың үстіне қызған майды құйып, осындай дәмдеуіш жасап алдым.